Билікке бас талаптарым бейбіт митинг пикеттерге рұқсат берсін, кредиттеріміз жабылсын, саяси тұтқындарға бостандық, әсіресе мұқтаждар. Бұл Солтүстік Қазақстан облысындағы Бірлік ауылының тұрғыны Нұрбол Өнерханның ауыл әкімдік алдында ақпанның 10 күні өткізген бір адамдық пикеті. Былтыр жыл соңында аудандық сот оны рұқсат етілмеген митингіге үндеді деген айыппен 10 тәулікке жапқан. Қамаудан босап шыққан тарих пәнінің мұғалімі мектептегі жұмысынан шығарылған. Осының бәрі азаматтық белсенділігіме байланысты деп ойлаймын. Соңғы осыдан бір апта бұрын ба мен пикетке шықтым. Конституциялық құқығымды қорғап тағы да. Осы акиматтың алдында, осы біздің Бірлік ауылында алаңға шыққан болатын. Анда плакатқа жазын, бейбіт митингке рұқсат берілсін деген. Билік бейбіт митингке рұқсат берсін, адамдардың өз ойын айтуға хақысы бар. Белсенді Бірліктегі мектепте былтыр қарашада жұмысқа тұрған, қызметімді тиянақты атқарып жүрдім дейді. 13 желтоқсан мені соттаған болатын, жаңа соттан 20 желтоқсан 2019 жылға дейін мен мегасында отырдым. Кейін мен жұмыстан шығарылғанды білдім. Не себепті дегенде директор маған 52-ші баптың 8-ші тармағымен деп айтқан болады. Ал мен бұйрықты қарасам, анда 52-ші баптың 7-ші тармағы деп жазылып тұр. Сонда 52-ші баптың 8-ші тармағы бойынша ол жұмысқа себепсіз келмеу деп жазылған. Ал 52-ші баптың 7-ші тармағында жұмысты дұрыс атқармаған деп жазылған. Ал мен жұмысымды өте керемет атқарам, бәрі заң бойынша талапқа сай орындаған болатын. Нұрбол қайта жұмысқа тұруға тырысқанымен директор алмаған. Ғабит Мүсірепов ауданының білім бөлімі мектеп басшысының шешіміне ықпал етуге құқығымыз жоқ дейді. Белсендіні бұйрықпен жұмыстан шығарған директор Нұрбол сабақты талапқа сай өткізбейтінін айтады. Нас не устраивает его методика преподавания, особенно такого предмета, как основы государства и права. Қамаудан шыққан соң Нұрболда әскери комиссариат қалдыртқан, бірақ шақырту маусымы өтіп кеткендіктен борышын өтеу мерзімі көктемге ысырылған. Аудандық қорғаныс істері бөлімі Нұрболдың комиссиядан өткенін растағанымен әскерге шақыртылуы белсенділігіне байланысты емес дейді. Қазір Нұрбол шалғайдағы ауылда кәрі әке шешесінің зейнетақысына тіршілік қылып жүр. Бірнеше рет іздесе де 2 айдан бері жұмыс таппаған. Бай мемлекетте өмір сүріп, мұнай бар, алтын бар, көмір бар деген сияқты. Ал халқымыз 18 миллион қарап отырсаңыз, жеріміз кең, байтақ, байлыққа толып жатыр. Ал басқа мемлекеттер салыстырып қарап отқанда, желдің өзінде, оларда бізден 3 есе жоғарыда, оларда ешқандай мұнай байлығы жоқ. Сонымен таң қалдырын. Қалай болған дейді? Жас белсенді ютубтағы арнасына билікті сынайтын, саяси тұтқындарды босатып, митингілерге рұқсат етуді сұрайтын видеоларын әлі жүктеп келеді. Нұрбол азаматтық белсендіге айналғаныма өкінбеймін дейді.